бұл аурудың бір жаманы, ол айтпай келеді екен. 7-ші химия терапияны алған кезде жаным мен тәнім екі бөлініп, сол сәтте жан тапсырдым, шыны керек. Рухыммен өзімнің денемді төбеден битіп қарап тұрсам, меруерт жатыр. Бірақ мен осындамын. Неге мен осындамын, неге мен денемді өзім төбеден қарап тұрмын деген бірінші ой сондай болды. Контенттің арқылы білдік қой сенің қазіргі диагнозыңды, иә? Жалпы бұндай ашықтықтың себебі не болды? Осы диагнозбен де күліп, ойнап, табыс тауып, қуанышты сәттеріңді мәнді, сәнді өткізуге болады деген оймен негізі ашық бөлістім. Хейтерлар да бар, артыңнан өсек. Қандай хейт жасады? Әртүрлі образдар киіп бізді алдап жүрсін, сен ешқандай ауру емессің. Осы сен қашан өлесің, рак болып ауырып жүргеніне 1,5 жыл уақыт өтті ғой деген деп жазатын хаттар да бар. Сәлем достар, бұл кездесу, студияда Жандәурен Мәди. Сұхбатымызды бастамас бұрын кездесу YouTube арнасына жазылып қойыңыздар. Менің есімім Наргиз Ибрагим. Біздің YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі кездесудің қонағы телерадио жүргізуші, блогер Меруерт Айманова. Қош келдіңіз. Қош келдің. Қош көрдік. Меруерт, көңіл күйің қалай? Тамаша. Сіздерді көріп қатты қуанып жатырмын. Біз де Меруерт сені көргенімізге қатты қуаныштымыз. Бірнеше жыл радиода бірге қызмет еттік. Одан кейін хабар енді аса бір жақын сөйлесе алмадық. Иә. Телевидениеден де, радиодан да көрмей қалдық. Қазір қайдасың? Қазір Тараз қаласындамын. Әр қаладамын. Таразда, Алматыда, Астанада жалпы тіршілік, күнделікті. Қазіргі таңда қолға алғаным ол продюсерлік, блогерство, UJS Creator деген қазір өте бір трендте болып жатқан дүние. Сол себепті әлеуметтік желіні қолға алып, бірінші орынға осыны қойдым. Ал екінші орында әрине кәсіпкерлікпен айналысамын бүгінгі таңда, бірақ жарнама айтуға болмайды, сол себепті бірнеше кәсіптің басын атқарып жүрген жайым бар. Таразға кетудегі себебің? Таразға кетудегі себебім үлкен бір ауыр себеп болды негізі. Мен енді жақыннан білетін адамдардың көбісі енді біліп жатыр. Негізі Дубайда 2 жыл өмір сүрдім, кәсіпкерлікпен айналыстым, өзім брендім болды. Дегенмен сол жылдары карантин болып, кәсібім жабылып, Алматы қаласына көшіп келген болатынмын. Бір ауыр жағдай болды отбасымызда. Әкем рабысына қайтты, сол себепті негізі осындай ауыр жағдай болғандықтан анама бір қолдау көрсеткім келді. Себебі ана деген ата-ананың орны бөлек қой. Себебі кәсіпкерлік дейміз, карьера дейміз. Жалпы арманымызды бірінші орынға қою ол қате пікір деп ойлаймын. Себебі бірінші орында әрқашан ол біздің ата-анамыз болуға қажет. Олар мәңгі емес, сол себепті таңдау болды. Менде әлде кәсіпкерлік карьера, әлде өзімнің анамның қасында болып, жақсы бір қолдау көрсету, әкем кеткеннен кейін анамның қасында көбірек уақыт өткізу, жақын бауырларым қасында болу деген сияқты. Сол себептен де кәсіпкерлікпен карьераны ысырып, көзімді жұмып, Дубайдан кейін Таразға көшіп бардым. Өте қиын болды. Себебі ондай керемет енді елде тұрып келгеннен кейін, кәсіппен айналысқаннан кейін, Алматы, Астана, әр қалада жүргеннен кейін кішігірім өзінің туған қалам дегенмен бірақ енді өте қиынға соқты Тараз қаласында тұру. Бірақ өкінбеймін. Тағы бір себебі бар сияқты Таразға көшудің. Иә. Жолдасыңыз, иә? Жолдасыңмен қалай таныстың? Жолдасымен өте қызықты таныстым. Енді көбісі білсе, бірі білмей жатады. Жалпы бұл менің екінші рет тұрмысқа шығуым. Негізі о баста Тараз қаласынан тумасымын. 2000 жылдық тарихы бар. Көне қаласында дүниеге келдім. Бірақ марқұм бірінші күйеуім өте ауыр қатерлі ісіктен көз жұмды. Сол себепті 2 жастағы қызыммен өзім қалдым. Одан кейін өзімнің отбасымды құруға шешім қабылдамадым. Тек карьера, жұмыс дедім. Сол себепті Тараздан көшіп кеткенде себебім сол, қызымды алып, осы Алматыға келіп, өздеріңмен бірге Жұлдыз FM радиосында да бірге жұмыс жасадық, СТВ арнасында жұмыс жасадық, түрлі басқа да эфирлерде жұмыс жасадық. Одан кейін 10 жыл уақыт өтті. 10 жыл уақыт өткеннен кейін Тараз қаласында күйеуімен өте бір қызықты таныстық. Үйде бір отырсам, әкем қайтты. Әкем қайтқаннан кейін бір көңілсіз, депрессия болады ғой, енді жақын адамды жоғалтқаннан кейін өзіңді өзің алып шығару өте қиын. Дегенмен
қызым отырып айтады, анашым, осылай жүре бересің ба, 10 жыл уақыт өтті, кем жоқ, қайтара алмайсың, мен білем, сен әкеме сөз бердің, екінші рет тұрмыс құрмайсың деп, бірақ осы жолы сен өз өміріңді сүруің керек, әлі жассың, мен де өсіп қалдым, өзің үшін өмір сүр деді. Сонымен әлеуметтік желі арқылы жаңағы енді қызық болды өзіме де, киноға барып келсем барып келейін, көрейін деп әлеуметтік желіге кіріп екеуміз қарадық. Сол жерде енді бір ерекше Сэм Ким деген бір ағылшынша есіммен, Южный Кореяның жаңағы жалауымен бір әдемі сұлу жігіт көзіме түсті. Бірақ Тараз деп жазылып тұр. Түсінбеймін, неге ол Южный Корея, неге ол Тараз деп тұр деп түсініспеушілік болды. Таразда не істеп жүр деп. Таразда не істеп жүр бұндай сұлу жігіт. Жасы жас оның үстіне. Қызық болды. Жарайды деп енді лүпіл басып қойдым. Сосын жаздым, бар ағылшынымды салып, hello, how are you деп сөйтіп жазып жатсам, ол да маған ағылшынша жауап береді, бірақ соңында енді орыс тілінде мен түсінемін, маған жазсаң болады деді. Сонымен екеуміз орыс тілінде тіл табысып, өзі негізі ата-аналары Алматының тумасы екен. Бірақ бала кезінде Сеулға көшіп кеткен екен. Сонымен ол енді қазақ елін көріп, қарап, танып, біліп, көрейін деп, қай жерде өстім, туылдым деп сол үшін келген екен. Қызық көріп. Таразға. Тараз қаласына. Содан кейін екеуміз барып, кофе ішіп, шай ішіп, әңгімеміз жарасып, енді ол жігіт ұшпай қасымда жар болып қалды. Қанша жыл? 4 жыл болды. 4 жыл болды. Жақын арада. Өзі айтып кетейін, айтып кетсем бола ма? Негізі өзі христиан дінін ұстанады ғой, кәріс ұлты болғаннан кейін. Жарты ұлт ол Будда немесе христиан діні, дегенмен күйеуім мұсылмандық қабылдап, азан шақырып атын қойып, өзінің жалпы есімі Валентин, бірақ қазір Уәлихан атанды. Некеміз қиылып, мешітке барып, міне күміс сақина тағып, мұсылмандық дінге келіп, осындай бір қуанышты хабарлар болып жатыр. Ұзағынан болсын, өте қуаныштымыз. Бізде кездесуде әртүрлі айдар бар. Ол бірінші айдар соңғы рет. Саған қазір бірнеше сұрақ қойылады, сол сұраққа ойланып, асықпай жауап берсең де болады. Жарайды. Соңғы рет қашан жыладың? Және не үшін? Соңғы рет химия алған кезде жыладым. Себебі өте бір ауыр болды. Негізі мен жайдан жай жыламайтын адаммын. Өздерің білесіңдер, енді мені жақын танитын адамдардың барлығы көбісі біледі. Жылаған кезде тек Алламен тілдесіп, өзімнің қалауымды сұраған кезде ғана жасыма ерік берем. Бірақ осы соңғы химияда өте қиын болды. 7-ші химия терапияны алған кезде жаным мен тәнім екі бөлініп, жалпы айтады ғой енді, клинический өлім деп жатады ғой, сондай болғандықтан, содан кейін есімді жиғаннан кейін сол кезде көзіме жасыма ерік бердім. Соңғы рет қашан өтірік айттың? Соңғы рет балама өтірік айттым, 2 күн бұрын. Себебі жылап қалады мен кеткен сайын. Анашым қашан келесің деп, себебі ауруханаға кеткен кезде енді 2 апта, 3 аптаға кетіп қалатын кейбір кездер болады, сол себепті балама айттым. Осы жолы балам, мен жарты сағатқа кеттім, қазір келемін, дүкеннен барып саған бір тәтті әлде ойыншық алып келем, одан кейін қайта келемін деп айтып кеттім енді. Балам жыламасын деп. Соңғы рет қашан қатты ұялдың? Қатты ұялған кезім мәссаған, негізі ұятсызбын десем де болмайды енді. Бірақ енді ұялдым деп айтқанда, ұялатын ондай бір жағдайлар болған жоқ екен, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Өзіңді соңғы рет қашан шын бақытты сезіндің? Шыны керек, әр сәтімді бақытты сезінем. Бұл ауру келгеннен кейін жалпы өмірді басқаша сезіне бастадым деп айталам. Әр сәттің, әр минуттың қадірін біле бастайды екенсің. Өмірге көз қарасым мүлдем ауысып кетті, өзгеріп кетті деп айталам. Себебі бұл ауру келмей тұрып Меруерт басқа еді, ал қазір басқа. Соңғы рет қашан алданып қалдың? Алданған сәттер көп болып тұрады ғой. Өкінішке орай бұл өмір болғандықтан жұмысқа қатысты көп алданып жатам. Өзім андай аузым ашса ақ көңіл өтер, сенгішпін. Сол себепті көбінде енді солай сеніп қалып, алданып қалып жатам. Бірақ дегенмен ол да бір сабақ шығар, ойлаймын енді. Оны да өту керек шығар, бірақ ағамның бір ұрсатыны бар, әрқашан аңқау болып, осылай алданып, жем болып жүресің ба деп. Мен бірақ ойлаймын, әр адамның өзінің
ұстанымы бар, әр адамның өзінің ой қабілеті бар, дұрыс бұрыс деген енді әркім өзіне ісіне жауап береді ғой, сол себепті оған жеңіл қараймын, философиялық тұрғыда қараймын барлығын. Соңғы рет қашан қарызға ақша сұрадың? Мәссаған, есімде жоқ. Қарызға енді анда-санда жетпей қалып жатқан кезде әрине ағам көмек беріп тұрады бауыр ретінде, бірақ уақытында қайтаруға тырысамын. Енді ол жерде қомақты қаражаттар кезіп жатады енді. Бизнеске қатысты, кәсіпкерлікке байланысты, проекттерге байланысты, емге қатысты деген сияқты. Ал былай қарыз алмауға тырысамын. Соңғы рет қашан қатты ашуландың? Қатты ашуланғаным мәссаған, ондай ашуланғаным сәттерім болмайды. Бірақ енді бала болғасын, 2 жастағы балам бар, кейде тыңдамайды. Кейде тыңдамаған кезде бұрышқа тұрғызып қоямын. Бұрышқа бар деп үндемей барып теріс қарап тұрады, жылайды, 1-2 минут жылайды, өз-өзін есін жинайды, қай жерде дұрыс емес кеткендігін. Сол кездерде бір ашуланып, балаларды бір шыбықпен айдап алатын кезде тұрады. Қызымды, ұлымды, бұзықтығы білмеймін, енді өзім бала кезде бұзық болған болмағаным есімде жоқ, бірақ күйеуімді айтып жатады, өте бұзық болған деп. Сол себепті күйеуім айтып жатады, негізі баламыз маған тартқан өте бұзық деп. Сол себепті бір қызық айтып кетейін, үйде перделер ілініп тұрады ғой, енді қатты карниздер, оны кейде Тарзан деп қоямыз баламызды. Пердеге дейін өрмелеп, потолокқа дейін шығып кететін кездер болып жатады. Өзі сондай бір гиперактивті, өте сондай бір шапшаң бала. Көз тимесін. Енді осымен соңғы рет Айдар аяқталды. Меруерт, енді сенің қазір басыңнан өтіп жатқан оқиғаларды біз жақсы білеміз, иә? Сол тақырыпқа қарай ойысайық, химия туралы айтып қалдың өзің. Жалпы қазір денсаулығың туралы сұрағым келіп отыр. Жалпы қалай қазіргі денсаулығың бәрі жақсы ма? Қазіргі таңда енді бірі біліп жатса, бірі біліп жатпас. Енді статистика бойынша енді бұл қатерлі ісік ауруына шалдығатын адамдар өте көп, өкінішке орай. Дегенмен енді заман дамуда, технология дамуда, медицина дамуда. Енді бұл аурудың емі табылды деп жылда айтып жатады, бірақ жылда әрине біреуіне көмектесе, біреуіне көмектеспей жатады. Бірақ енді мен медицина тұрғында алатын болсақ, дәл қазір мен 7 курс химиотерапиямды алдым. Алдағы уақытта отам жасалды. Енді алдағы уақытта тағы да ота жоспарлануда, бірақ өзіме уақыт қойдым, уақыт бердім. Бұл ауру негізі жай келмейді. Бұл енді Алладан сынақ ретінде келінеді. Жалпы мен солай қабылдаймын, бұл бір сынақ деп ойлаймын. Немесе психологиялық тұрғыда да бұл ауруды өзіне тартып алуға болады екен. Жалпы мен нағашы апам осы аурумен ауырған. Нағашы апам, әкем, одан қалса мамамның сіңілісі, марқұм күйеуім, бірнеше адам, мен көз алдымда 4 адам жан тапсырды осы аурудан. Бірақ әкем енді бұл аурудан кеткен жоқ, инсульт болып кетті, бірақ дегенмен осы аталған 3 адам көз алдымда жан тапсырды, өзім қарадым, көмектестім. Жалпы мен ойлаймын, мен сол кезде санамда бір қорқыныш қалып қалған. Оны мен 1 жыл бойы психологтармен жұмыс жасадым. Неге бұл ауруды мен өзіме тартқаным, түпкі нұсқасын іздедік, қарадық, түпкі санамен жұмыс жасадық. Нақты диагноз сенде? Нақты диагноз бүгінгі таңда менде енді рак молочной железы деп жатады. Осы именно қалайсын болады, әйелдерге қатысты ең жиі келіп жатқан аурудың түрі. Ол қалай басталды барлығы? Білесіз бе, бұл аурудың бір жаманы, ол айтпай келеді екен. Баланы босандым, баланы аман-есен босанып, жаңағы еміздім, емізгеннен кейін маммологқа да қаралдым, бірақ бір 4 ай 5 ай маммологқа бармай қалдым сол сәттері, себебі ота жасатып баламды туғаннан кейін үйде отырып қалдым декреттік демалыста. Сосын қаңтар айында қызым айтты, мама, өз денсаулығыңды қолыңа ал, анашым, скринингке барып өту керек. Негізі мен денсаулықты күтініп қалған адаммын. Әрбір 3 айда чекапқа барып тұрам, ПП дейміз, жаңағы фитнес питание дейміз, спортқа өте жақындығым бар. Дұрыс тамақтануды да қолға алып қалғанмын. Білмеймін қалай болғанын, қаңтар айында бардым, тапсырдым. Сол сәтте скринингті өткен кезде сол түйін байқалды.
Ол түйін бір сантиметр ғана болатын, бірақ пункция алғаннан кейін өршіп 5 сантиметрге дейін ұлғайып кетті. Одан кейін өте тез тұрғыда маған ота жасалып алынып, химия бастап кеттік былтыр шілде айында. Сол енді бұл аурумен күрес әлі жалғасуда. Бірақ санамды таза ұстап, позитивный болып, көңілімді көтеріп жүруге тырысамын. Бүгінгі таңда енді өзіме уақыт беріп, ота жасатып үлгеремін деп, жалпы түпкі санамен жұмыс жасап жатырмын. Меруерт, енді өзің айтып отырсың, бірақ дегенмен де қазіргі таңда не істеуге және не істемеуге тырысасың? Осы диагнозыңды естігеннен кейін. Біздің жалпы аманатымыз ол денсаулықты дұрыс сақтап біліп, Алла алдында барған кезде әрбір ағзамызға жауап береді екенбіз. Сол себепті қазіргі сәттен бастап соны ұғынып, өз денсаулығыңды бірінші орынға қою керек екен. Әрине, қазір өмірдің өзі табыс табу, күн көру сондай болып кеткен ғой, енді әр адамды да түсінуге болады. Дегенмен денсаулық бірінші орында болу керек. Уақытылы тамақтану, 2 литр су ішу, спортпен айналысу, жаяу көп жүру, таза ауада көп уақыт өткізу, көңілді жүру және сағат 10-нан кейін ұйықтап қалу. Бірақ дегенмен кейде енді менде бұл аурудан кейін әрқашан енді ұстана алмаймын, өкінішке орай, сағат түнгі 10-да ұйықтап қалу деген әдетті. Бірақ дегенмен тырысудамын соны ұстанып жүргенге. Ал суға келетін болсақ, серуен жасап, спортпен шұғылдану, дұрыс тамақтануды әрине өмір бойы істеп жүрген адаммын, бірақ дегенмен енді осы ауруға шалдығып тұрмын ғой. Бірақ менің ойымша енді ол келген сынақ соңғы химияда, осы 7-ші курс химиямды алған кезде менде бір кішігірім клинический смерть деп жатады ғой, енді сондай бір ауыр жағдай болды. Бұл химияны менің денсаулығым көтере алмады. Сол сәтте жан тапсырдым, шыны керек. Бір айта берейін, жалпы өзімнің ішкі рухым мен денем 2 бөлініп кетті. Сол сәтте бұл менің өмірдегі 3-ші клиникалық өлімім деп айта аламын. Біріншіде ол күйеуім қайтыс болған кезде болды, 10 минутқа бір барып қайтқаным бар. Екіншіде ол қызымды дүниеге алып келген кезде кесаревада наркозды дұрыс салмай, сондай бір клиникалық өлім болған. Және осы 3-ші рет ол осы 7-ші курс химиотерапия алған кезде кішігірім осындай қолаңсыз жағдай болды. Дәл есімді қалай жидым, төбеден былай қарасам, негізі бүкіл рухым, айтады ғой, бізді айтып жатады, негізі рух өлмейді, ол мәңгі деп, ол рас екен. Рухыммен өзімнің денемді төбеден битіп қарап тұрсам, Меруерт жатыр, бірақ мен осындамын. Неге мен осындамын, неге мен денемді өзім төбеден қарап тұрмын деген бірінші ой сондай болды. Екінші ой, мен шексіз болдым. Физикалық тұрғыда денем жоқ, бірақ өзімнің ішкі дүние сезімім, бір ауа болады ғой, дәл қазір біз ауадамыз, шексіз атмосфера. Дәл осы ауа, шексіздік, ол менің денем болып сезілді. Дәл сол сәтте қызым, доча деп, мен негізі әкем орыс тілде жақсы сөйлейтіні бар, негізі әкем, доча, қызым, есіңді жи, бәрі жақсы болады деп бетімнен сүйіп жатыр екен. Сол сәтте есімді тез жинап алсам, рухым денеме түсті. Сол сәтте есімді жинадым. Есімді жинап қарасам, ауруханада жаңағы дәрігерлер аппаратқа қосып жүрегімді, пульсымды жасап, реанимацияға жасап, келесі күні таңертең палатада ояндым. Алла маған тағы да бір өмір берген екен. Дәл қазір енді сол өмірімді сүріп жатырмын. Қазір блогерсің? Иә. TikTok'ты жақсы білетін шығарсың. Сол TikTok'та бір тренд бар. Норм стрём деген. Яғни бізде кездесуде келесі айтар, ол TikTok тренд. Кеттік. Норм стрём ойнап көрейік. Ойнайық. Бірінші ситуация. Жігітпен мейрамханаға барғанда шотты бөліп төлеу. Сен үшін бұл норм ба, стрём ба? Стрём. Біреу сыйлаған гүлді сатып жіберу. Стрём. Бірақ бір рет сондай жағдай болды. Саттың ба? Иә. Саттым, себебі ол гүлдер, негізі мен гүлдерді жақсы көремін өте. Бірақ сол сәтте менде бір ақша қажетті болды, қатты қажет болды. Сүйіктіңнің телефонын тексеру.
тексеріп тұрамын. Білмеймін, мен негізі қызғаншақ адаммын күйеуіме келген кезде. Бірақ сенемін күйеуіме. Бірақ сенгенімен кейде телефон алып қарап қоятын кездерім бар. Не дейді, доверяй, бірақ проверяй дей ма? Сондай да бар ғой, бірақ ол кісі де менің телефонымды алып қарай береді, бір-бірімізге паролімізді де білеміз. Жалпы Инстаграмда мен Инстаграмда ол кісі отырады, оның Инстаграмда мен отырам. Ортамызда ешқандай құпия жоқ, сол себепті болып жатады. Өзіңнен жасы кіші жігітке тұрмысқа шығу. Иә, 10 жас ортамыз. Жолдасымен араң қанша жыл? 10 жыл, негізі 9 жыл 8 ай ма сондай, 10 жылғы шамасы. Жігітке сезіміңді бірінші болып білдіру? Мәссаған, ондай менде болмапты, шыны керек. Бір ретте болмапты. Көбінде жігіттер өздері білдіріп жатады. Ал мен енді айтып жатам, бірақ жігіттерді көп ренжіттім, себебі мен мінезім тіке болғандықтан өз уақытын жігіт жоғалтпау үшін тіке айтып жататыным бар. Сен маған ұнамайсың, әлде кейін көрейік, жай ғана дос болып қалайық деген сияқты ренжітіп алған кездер өте көп болды. Шындықты көп жігіт қабылдай алмайды ғой сол себепті. Ал былай негізі жоқ ондаймын. Әйелі күйеуінен көп ақша тапса? Қазіргі таңның үлкен бір проблемасы деп айта аламын. Қазір енді ер адамдар мен әйел адамдардың орындары көбінде ауысып кеткен сияқты. Әйел адамдар көбісі табыс тауып, жаңағы ер адамдары кейінге қалып қойып жатады. Бірақ дегенмен мен ойлаймын, береке негізі ер адамнан келеді. Ер адамды егер сыйлап, психологиялық тұрғыда мотивацияны дұрыс беріп, жалпы еріңе сенім, наным артып, соған дұрыс жаңағы күш қуат берсең, әрбір еркекті миллионер қылуға болады. Ата-енемен тұру, бірге тұру. Бірінші отбасымда, бірінші күйеумен тұрмыста болған кезде отбасымен тұрдық, ата-енемен тұрдық. Бүгінгі таңда әлі күнге дейін араласамыз, жағдайымыз. Қызым барып тұрады, ата-енемді әлі күнге дейін мама, папа деп сыйластықта өмір сүреміз. Ол бұрын, сен қарсы емес едің? Қарсы емес. Едің. Ал қазір ата-енемен тұра бересің бе? Әлде өзгерді ме? Өзгергенде негізі қазіргі енді ата-енем шетелдік азаматтар ғой. Олар үшін өте бір жабайы дүние сияқты көрінеді негізі. Өздері кәріс ұлтынан, Кореядан болғандықтан негізі ұл балдарды өсірдік, немерелерімізді анда-санда демалыс күндері әкеліп тұрыңдар, қарап береміз дейді, бірақ бөлек тұрған дұрыс дейді олардың ұстанымдары. Өзің қолданбайтын затты жарнамалау? Ондай жоқ менде. Себебі стрём, өте стрём. Себебі мен андай блогер болғандықтан шынайылықты жақсы көрем, бетке тіке айтатыным бар, біреуге жағады, біреуге жақпайды. Дегенмен шынайылық болу керек. Оны ол камераның арғы бетінде отырған адам әсіресе камераға түсірген кезде, ұялы телефонға түсірген кезде ол фальш 1 секундта көрінеді. Сол себепті шындықты айту керек. Осымен TikTok тренд айдары аяқталды. Енді Меруерт, өзің тіке адамсың, контенттің де тіке. Сол контенттің арқылы білдік қой сенің қазіргі диагнозыңды, жалпы бұндай ашықтықтың себебі не болды? Мен жалпы ойлаймын, бұл ауруға шалдыққан адамдар өте көп. Біріншіден көбі де бізде мынандай нәрсе бар, осы ауруға шалдыққаннан кейін бітті, өлдім, күйдім деп жылап, жертва несіне кіріп кетеді образына адамдар көбісі. Шығамай қалады, тығырықтан шығамай жертва болып жылап, өзін андай қалай айтсам болады, енді қатты ауыр кетсем енді кешірім өтінем, бірақ бірандай өзін дертке жалғыз адам осы дертке шалдыққан сияқты образ кейіп көрсетіп жатады. Оңай емес, расымен мен өзім басымнан қазір өткеннен кейін әрине оңай емес, бірақ сондай бір адамдарға қолдау болсын, жалпы осы диагнозбен де күліп, ойнап, табыс тауып, тәуекел етіп, өзіңнің қазіргі дәл сәтіңді, қуанышты сәттеріңді мәнді, сәнді өткізуге болады деген оймен негізі ашық бөлістім. Бірақ үйде ағам да, анам да барлығы қарсы болды. Меруерт, мүмкін айтпайсың, бұл ауру, енді сөз бар, көз бар деген сияқты не істейсің деп. Бірақ бұл менің толық шешімім, қабылдаңыздар деп өзім ашық түсіре бастадым. Ал диагнозыңды жалғыз өзің барып білдің ғой, Жалғыз өзім барып білдім, Отбасыңа қалай айттың?
отбасыма ұзақ уақыт бойы айта алмадым. Себебі жақындарыма келген кезде мен ондай өте сөз таңдап сөйлеймін. Анам, ағам болсын, қызым, күйеуім болсын, бір көңіліне қаяу сөз тигізбейін деп, олар мені уайымдайды, жылап қалады деген сияқты. Мен оларды бір қорғанышпен аялап солай айтпаймын. Мынау 7-ші химияда да жүрегім тоқтаған кезде олар соңына дейін білген жоқ. Жалпы бұл ауыр хабар келген кезде анама 3 ай, 4 ай уақыт өткеннен кейін барып айттым. Ағама 1-2 ай өткеннен кейін ба, осы ота жасалатын уақытқа қарай айттым. Күйеуіме 1 айдан кейін айттым. Ал балаларым кейін ота жасалатын кезде бірақ білді. Енді өзің айтып отырсың ғой, депрессияға түсіп кетеді, осы диагноз естігеннен кейін. Сен қалай шықтың? Менде былай болды. 3 күн жыладым тоқтамай. 3 күн жыладым. Есімді жидым. Сосын айттым, Меруерт, не үшін жылайсың? Дәл қазір мен тірімін. Дәл қазір мен жан тапсырған жоқпын. Бұл өмірде өзгертілмейтін нәрсе тек өлім ғана. Жалпы бұл ауру маған келді. Қалай ол маған сынақ болып келді, солай Алла тағалам шипасын да береді. Солай кетеді бұл ауру. Психологтармен жұмыс жасаймын, кітап оқимын психологиялық тұрғыда. Өзімді өзім осылай алып шығудамын. Бұрын маңызды көрінген, бірақ осы енді өмір өзгерді ғой, бәрібір диагноз білгеннен кейін. Одан кейін мүлдем маңызсыз, қажетсіз болып қалған дүниелер бар ма? Бекер уақытымды құртқан екен ғой соған деп ойлап қалдым. Ренжісу. Ренжіс сақтау, іштей. Негізі бұл ауруды айтып жатады, іштей біреуге қатты ренжіп, іштегі бір блоктарыңды ішке жинап сыртқа шығара алмай қалған энергияларың ауруға айналады деп жатады. Бір қатерлі ісік ауруға айналып жатады деп. Сол кезде енді әттең деп қалатын, әрине іште адам болғасын көңілің ететін кейбір реніш сөздер болып қалады. Ренішті мен негізі кез келген адамнан қабылдай алмаймын. Мен тек ренжитін сөздер тек жақындарымнан ғана қабылдай аламын. Ол менің немесе күйеуім, ол немесе менің бауырым, ол немесе менің ата-анам, балам деген сияқты жақын адамдарым болмаса, әлде жақын араласып жүрген достарымнан болмаса, жалпы былай көңіліме ала бермеймін әркімнің сөзін. Хейтерлар да бар, артыңнан өсек, өзің туралы өміріңнен де қызық өсектерді де кейде артыңнан естіп жатасың. Қандай өсек? Иә, әртүрлі өсектер енді кетіп жатады. Бірақ ондайға мән бермеймін да, өзім күліп ойнап жүре беремін. Қандай хейт жазады? Хейт, неше түрлі хейт жазады. Неге күйеуіңмен ажырасып кеттің ба? Меруерт, неге сен жаңағы әртүрлі образдар киіп бізді алдап жүрсің, сен ешқандай ауру емессің деген деп жазатын адамдар бар. Себебі сен бұны контент үшін жасап жатсың деген адамдар да бар. Осы сен қашан өлесің, рак болып ауырып жүргеніне 1,5 жыл уақыт өтті ғой деген деп жазатын хаттар да бар. Сол себепті шыны керек енді неше түрлі адамдар бар. Оны енді жай ғана бүйтіп қарайсың, жарайды деп оны санасын енді жалпы адам баласы болғаннан кейін ешкімді сөгіп масқара деп айтудың да негізі болмайды екен біз үшінші, бірақ дегенмен әттең деп қалатын сәттер болады енді. Мән бермеймін. Дәл осындай диагнозды естіген немесе дәл осындай диагнозбен жүрген адамдарға қандай қолдау керек жақындарынан? Жақындарынан жылы сөз керек. Сосын әрбір сәтте көбірек уақыт өткізіп, сосын айтады ғой, жүректен шыққан бір әңгіме, дәл бүгінгі әңгіме сияқты, отырыс сияқты бір сондай рухани дүниедегі бір отырыстар жиі жасалу керек деп ойлаймын. Жылы сөздерін, жақсы көрем деген сөздерін айта алмай жүрген негізі қазақ отбасыларында көбінде қиын айтылып жатады ғой, жақсы көрем деген сөзді айтудың өзі біз үшін өте бір қиын дүние сияқты. Мен білмеймін, ол бұрынғы совет заманынан келіп қалыптасқан психология ма, әлде біздің тәрбиеміз сондай ма, ашық түрде айта алмаймыз жеткізіп өз ойымызды. Бірақ сол сөзді жиі айтып, жиі маңызды отырыс кештер көп болғанын және бір-біріне сыйлық жасап, ренжітпей бір-бірімен сондай өмір сүрсе деген сондай кеңес бар. Не айтуға болмайды? Не айтуға болмайды жақындарыңа? Жалпы адам баласына ма? Жоқ, мысалы мен сенің сторисыңнан көрдім, маған қайта-қайта хабарласып, жаңағы ойбу деген сияқты сөздеріңді айтпаңдаршы деген сияқты. Аяуға болмайды. Иә, аяуға болмайды, аяуға болмайды. Жалпы бұл ауруда негізі көп адамдар
айтады, ағам да айтып жатады негізі, сен жертва образындасың, сол үшін сен оны өзің байқамайсың деп айтып жатады. Мен енді білмеймін ғой, енді сыртқы көзге қалай көрінетінімді, мүмкін мен әлеуметтік желіде мүмкін осындай мотивация бір мықты болып көрінгенмен өмірде мүмкін оның көз алдында солай көрінетін шығармын, білмеймін да. Бірақ жалпы осы аурумен ауырған адамдардың көбісі расымен андай, мен аяса екен, маған жылы сөзін айтса екен деп тұрады. Ал бірақ мен өз басым қайта мені аяғанын қаламаймын. Себебі мен де сол сияқты адамдар қатарынанмын. Ертең кім қандай ауру басына сынақ болып келетінін ешкім білмейді. Сол себепті өзіңе бір анандай түсінушілікпен қарау керек деп ойлаймын. И аяған дұрыс емес. Егер ондай ауруға шалдыққан адам болса, жалпы аяйтын кезде мүмкін бір ауырып, жылап, химиядан қатты қиналып, жылап жатқан кезде әрине жылы сөзді аямау керек, айту керек. Сен жазыласың, әп-сәтте аяғыңа тұрасың, Аллаға тапсыр, бәр жақсы болады деген сөздің өзі адамға мықты мотивация береді. Дәл сол сәтте. Ал егер күніге адам жылап, болды мен өлдім, мен енді адам болмаймын, болды мен жазылмаймын, ондай адам әрине жазылмайды. Себебі ол түпкі санасында өзі ойына құйып алған, мен ешқашан жазылмаймын, мен осымен бітті, өмірім аяқталды. Ол өзіне өзі өмірін уже шектеу жасап қойды да. Ондай шектеу болмау керек. Меруерт, бізде кездесуде соңғы айдар ол ашық микрофон. Жаңа өзің айтып отырсың, өмірде біз совет өкіметінен келе жатқан дүние ма, жақсы көремін деп айта бермейміз. Сол сияқты бір сезімдеріміз болады. Немесе айта алмайтын сөздеріміз болады. Немесе бір 10 жылдан кейін осы сөзді естісе екен, осы сөзді міндетті түрде айтам деген бір жоспарлар болады. Дәл қазір ашық микрофонда елестетейік, саған микрофон бердік. Сол бір адам сені қазір көріп тыңдап отыр. Кімге не айтасың? Камераға. Айтар едім. Адамдарға барлығына айтатын енді бір кеңесім, өмір бір сәт болып берілгендіктен бұл әлемді шарлау керек. Саяхаттаңыздар. Әр сәттің, әр минуттың қадірін біліңіздер. Жақындарыңызды көп қуаныш, жылы сөздер, мен сені жақсы көрем, саған ыстық шай дайындап қойайын жаным, анашым, мен сізді жақсы көремін, қайырлы таң деген, балам, қызым, мен саған сенемін, сенде барлығы жақсы болады деген, құрбым, досым, осындай достық бар. Сол үшін мен сені өте қатты жақсы көрем, осындай адал достығымды бағалаймын деген сияқты осындай жылы сөздерді жиі айтып, және қолыңнан келіп жатса көбірек садақа беріп, жалпы өзіңнің жүрген жерін барлығын мерекеге айналдыру керек сияқты деп ойлаймын. Сол себепті бұл өмірде біз бәріміз уақытшамыз, бүгін бармыз, ертең жоқпыз, әркімнің өмірі әртүрлі, яғни физикалық тұрғыда біз денеміз жоғалтқан күймен, ішкі рухани жан дүниеміз ол мәңгі, оны барлығы біледі. Сенбейтіні бар, сенетіні бар, бірақ дегенмен түбі бір ғой, түбі баратын жеріміз бір. Сол себепті бұл уақытша дүниеде барлық максимально дейді ғой, сол себепті максималдық тұрғыда өмірдің рахатын сезініп өмір сүру керек деп ойлаймын. Ал жақындарыңа не айтасың? Жақындарыма, мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Осындай анамның, осындай бауырымның, күйеуімнің, балаларымның, ағамның балалары, туыстарымның барына мыңда бір шүкір. Әпкелерім, ағайын, достарым, барлықтарыңды жақсы көремін, сіңілдерім. Ешкімді бөліп жармаймын. Жалпы туыстарым, құрбыларым, достарым, сендерді де өте жанымнан жақсы көремін. Наргиз, Жаник. Біз де сені қатты жақсы көреміз. Құдай қаласа, сонау 2017-де танысып, сол кезден эфирге шығып, бірге қыдырып деген сияқты сондай бір жылы қызықты сәттер болған еді. Сол сәттерді қайталайық, Алматыға кел. Уақыт бөліп, сұхбат бергеніңе алғысым шексіз. Рахмет. Меруерт, рахмет. Жаңа өзің айтып отырған, жүрген жерін гүлдендіріп жүретін, сондай бір үнемі бір позитив, көңіл күй сыйлайтын, мотивация беретін бірден бір таныс адам, ол сен. Меруерт, денсаулығың мықты болсын. Рахмет. Ертерек жазыл. Аумин. Сен әлемге керексің, бізге керексің. Жалпы бұйырса, осы бір жақсы жаңалықты естіп, сен жеңдім, бәрі керемет деген сондай бір жаңалықты естіп. Жаңа Жаник айтпақшы, Алматыны бірге шарлап, тіпті керек болса бүкіл әлемді шарлайық. Меруерт, көп рахмет саған. Бүгін бізде кездесуде қонақта болған телерадио жүргізуші, блогер Меруерт Айманова.
кездесуде кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.